Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгінгі видеода біз қазақ тілінде сүйгендігін қалай мойындауға болатынды туралы әңгіме айтамыз. Ал кеттік. Бірінші ең жай нұсқа ол мен сені сүйемін, немесе мен сені жақсы көремін деп айтуға болады. Сіздер бұл нұсқаларды білетін шығарсыздар, мен ойлаймын, бірақ мен осы бейнеде қалай басқаша махаббат туралы сөздерді айтуға болатынды сіздерге ұсынамын. Мысалы, өз сезімдерді кішкене қаттырақ және әдемілеп және романтикалық жасауға болады. Ол мысалы, бұл өмір сенсіз қараңғы түнге тең. Қандай әдемі! Сіздерге ұнайтын болса, бұл бейнеге лайк басыңыздар және бұл видеоның астында өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Ал келесі нұсқа. Менің саған сезімді сөзбен жеткізу деген мүмкін емес. Мен үшін өте әдемі сөздер. Сіздер қалай ойлайсыздар? Келесі нұсқа. Сені бар жан тәніммен сүйіп қалдым. Немесе мен саған ғашық болдым. Немесе қалай басқаша айтуға болады, өзімнің жақсы сезімдерді, махаббатты, немесе ғашықты қалай көрсетуге болады. Мен сені жанымдай қатты жақсы көремін деп айтуға болады. Немесе сенің күлкің мені шексіз бақытты етеді. Маған осындай сөздер бір жігіт айтса, мен шын мәнінде өте қуанышты болатын шығармын. Тағы да бір нұсқа. Өзімді көріп, есімнен адастым. Сені ғана ойлаймын. Тек сен менің басымда. Ол сонша бір романтикалық емес, бірақ өте әдемі. Және ең соңғы құпия нұсқа. Мен үшін ең әдемі ол Мағжан Жұмабаевтың «Сүй жан сәулем, тағы да деген өлең айтатын болсаңыз, қызыңызға ол өте әдемі болатын еді. Көргеніңіздерге рахмет. Сіздерде басқа нұсқалар болса, қалай сүйгендігін мойындауға болады. Бұл бейненің астында пікірлеріңіз жазыңыздар. Көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.